Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Барлығымыз сапалы және ыңғайлы киім кигенді ұнатамыз. Атақты брендтер тізімі жыл сайын артып келеді. Бірақ солардың ішінде миллиондаған адамдардың көңілінен шыққан бренд туралы айтқымыз келіп отыр. Бүгінгі шығарылым кішкентай қолтырауыны бар спорттық киімдер мен иіссуларына дейін танымал болған Lacoste компаниясы жайлы болады. Эстетика мен сапа белгісіне айналған компания логотип ретінде неге аллигаторды таңдады және мұндай жетістікке қалай жеткенін анықтайтын боламыз. Бұл компания 2018 жылы 85 жылдық мерейтойын атап үлгерген. Танысуды брендтің негізін қалаушы Рене Лакостан бастаған дұрыс болар. 1904 жылы ауқатты отбасында дүниеге келген балаға әкесінің артқан үміті көп болған. Кішкентай Рене бос уақытының барлығын тенниске арнаған. Бірақ физикалық деңгейі мен бойына қарап, бұл баланың спортшы ретінде қалыптасуына ешкім сенбеген. Және әкесінің қарсылығы да отбасындағы күнделікті ұрыс-керіске алып келген. Әкесі баласының ракетка ұстап жүргенінің орнына шенеуік болғанын қалаған. Ақыр соңында өзара келісіп теннис ойнауға рұқсат алады. Бірақ әкесінің келісімі бойынша Рене 5 жыл ішінде әлем чемпионына айналу керек болған. Бұлай қарасаңыз 5 жыл әжептәуір уақыт болғанымен, спортшы үшін өте қысқа мерзім. Айлар мен жылдар бойы шынығып 1923 жылы Францияда өткен ірі турнирге шақыру алады. Ал 1924 жылы Францияның атақты теннисшілерінің біріне айналады. Мұның бәрін не үшін айтып отыр деп ойлаған шығарсыздар. Себебі дәл осы уақыттан бастап Lacoste империясы бастау алады. Турнирдің алдында Рене Америкаға саяхаттап барған кезінде Бостонның көшесінде келе жатып дүкен витринасынан қолтырауын терісінен жасалған чемоданды байқап қалады. Егер жеңсем, міндетті түрде осы чемоданды аламын деп уәде берген екен. Барлық күш-жігерін салып, турнирді жеңіп алып, осы уәдесін орындайды. Рененің корттағы агрессивті ойынын көргендер аллигаторға теңеген екен. Турнирді жеңген соң жақын досы жағы ашылған аллигатор бар суретті сыйға тартады. Бұл сурет қатты ұнағандығы соншалық, суретті ательеге алып барып костюмына тіккізеді. 1927 жылы Америкада өткен жарыста Рене 3 түймелі аллигатор бар поломен шығады. Бірақ ол уақыттағы жарыстарда киім үлгісі ақ жейде мен ақ шалбар болған. Көбісі бұл әрекетке қарсы болды. Бірақ кейіннен бұл стиль басқа да спортшыларға ұнап, олар да поло киіп жарысқа шыға бастайды. 1932 жылы Рене өзінің мансабын аяқтап, трикотаж магнаты Андре Жилермен бірігіп, өз фамилиясымен жаңа бренд негізін қалайды. 1950 жылға дейін поло тек қана ақ түсте шығарылған. Тәжірибе ретінде Америка нарығына арнап түсті пололар көрсетіледі. Рене сапалы тауарға жарнама керек емес деген ой ұстанған. 50 жылдары француздық поло Джон Кеннеди мен Клинт Иствудтың ісінен байқалған болатын. Рене Lacoste жейделерін танымал адамдарға сыйға тартып, жасырын жарнама жасап отырған. Бір апта ішінде сатылымдар көлемі көпке жетіп, жарнамаға арналған миллиондаған ақшаны үнемдейді. 1958 жылы балаларға арналған пололар шығарылады. 60 жылы былғары аксессуарлар көрсетіледі. 1963 жылдан бастап отбасылық бизнесте кішкентай кезінен тәжірибе алған ұлы Бернард Lacoste компания басшылығын алады. 70 жылдары Бернардтың бастауымен парфюмерия шығарылады. 80 жылдары көзілдіріктер, сағаттар мен былғары аксессуарлар жарық көреді. 90 жылдары компания құлдырай бастайды және компанияны сату туралы да ойлар болған. Бірақ креативті менеджер Кристоф Лемер жастарға арналған киім үлгісін көрсетуінің арқасында компания бұрынғы даңқын қайтарады. Киіммен бірге ерлер мен әйелдерге арналған жаңа иіссулар шығарылып, Нью-Йорктан дүкендер ашылады. Lacoste бренді теннис турнирлері мен гольф жарыстарына демеуші болады. Өкінішке орай 1996 жылы Рене Lacoste өмірден өтеді. 2005 жылы компания басшылығы немересі Филипп Лакостқа өтеді. Бүгінгі таңда бұл брендтің тауарлары әлемнің 100-ден аса мемлекетінде сатылады. Ал дүкендер саны 3000-нан асқан. Компания штаб-пәтері Францияда орналасқан. Ал тігін өндірісі Троя қаласында жасалады. Бұл брендтің оқиғасы соңы жақсы аяқталған ертегіге ұқсас. Рене Lacoste әкесіне спортты сүйгендігін дәлелдеді. Соның арқасында тек кәсіби спортшы ретінде ғана танымал болмай, әлем бойынша миллиондаған жанкүйер жинап, балалары мен немерелеріне жарқын болашақ сыйлады. Достар, бұл брендке көзқарастарыңыз қандай? Және тұтынып көрген болсаңыздар, пікірлеріңізді оқу өте қызық болар еді. Ал бүгінге осы. Келесі кездескенше.